Баршаңызды қайырлы күн, келе жатқан 22 наурыз мерекесімен құттықтаймын. Бүгін сіздермен мейрамға қарсы ең оңай дәмді наурыз көже рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Ең бірінші етімізді пісіріп аламыз. Осылай бетіне көбі ұшқан кезде аламыз және дәміне қарай тұз қосамыз. Пісіп болған соң етін бөлек алып, сорпасын сүзіп аламыз. Енді фасоль, бидай, жүгері, күрішті жуып алып, алдын ала дайындап қоямыз. Сорпаға жүгері, бидай және фасольді қосып пісіреміз. Дәміне қарай тұз қосып, араластырып, бетін жауып пісіреміз. Енді үстіне пісірген етті турап, үстіне қосамыз. Күрішті де қосып араластырып пісіреміз. Пісіп болған соң суытып, бірақ айранды қосып араластырамыз. Себебі ыстықтай қоссаңыздар, айран іріп кетуі мүмкін. Осымен наурыз көже дайын, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер.